сәлем достар, денемізде болып жатқан жағымсыз өзгерістердің барлығын біз ағзадағы дәрумен жетіспеушілігімен байланыстырамыз. Бірақ дәл сол дәрумендер туралы не білеміз? Бүгін ағзадағы маңызды А дәрумені туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Құрметті достар, каналымның 70%-дан астам көрермені видеоны тіркелусіз қарайды екен. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, комментарий қалдырып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз пайдалы әрі қызықты жаңа видеоларды шығаруға шабыттандырады. А дәрумені иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті маңызды биологиялық қосылыс. Сонымен қатар зат алмасу үрдісінің жұмысын тұрақтандырады. А дәрумені ретинол формасына ену арқылы ағзадағы барлық ұлпада, сүйектен бастап бұлшық ет, ішкі ағзалар, тері мен тісте кездеседі. Өсу мен жарақат жазылуын қамтамасыз етеді. А дәруменінің маңызды қызметтерінің бірі ағзадағы бос радикалдарды байланыстыра отырып, олардың жағымсыз әсерін азайтады. Одан бөлек қартаю және рак жасушаларының даму үрдісін баяулатады. А дәрумені сау тері үшін қажет. Ретинол, яғни А дәрумені тері жасушалары мен ұлпаларының саулығын нығайту үшін, сонымен қатар жарақаттан соң тез қалыпқа келу үшін қажет. Ретинолдың маңызды қызметтерінің бірі ағзадағы ұлпалардың қалыпқа келтіруші коллаген синтезін жылдамдатады. Еске сала кетейік, жас ұлғайған сайын коллаген синтезі баяулайды және нәтижесінде теріге әжім түсе бастайды. Косметика мен арнайы жақпа майлардың құрамында А дәруменінің аналогы саналатын ретиноидтар болады. А дәруменінің күндік нормасы ер адамдар үшін 900 микрограмм, әйел адамдар үшін 700 микрограмм, жас өспірімдер үшін 600 микрограмм және балаларға 300-400 микрограмм көлемінде тұтыну қажет. Жүктілік кезінде әйел адамдарға күнделікті нормадан сәл көбірек қолдануға рұқсат етіледі. А дәруменін үздіксіз көп мөлшерде қолдану интоксикация, яғни ағзада ыдырамай жиналып, улы затқа айналуына алып келеді. Жартылай өңделген өнімдер, ұнды тағамдар, дәнді дақылдарды үздіксіз қолданса, А дәруменінің ағзадан қашуына алып келеді. Майсыздандырылған өнімдер жағдайды ушықтырып, ағзадағы бар А дәруменінің жойылуына алып келеді. А дәруменінің жетіспеушілігі адам иммунитетіне айтарлықтай әсер етеді. Үздіксіз аурулар, тұмау мен жұқпалы дерттерге жиі шалдығу болады. Одан бөлек көздің көруіне де әсер етеді. Тері құрғай түседі, шаш түсіп, тырнақ сынғыш келеді. А дәруменінің негізгі көзі ет өнімдері, одан бөлек уылдырық, балық және өзге де жануарлардың бауырларында, жұмыртқа, ірімшіктің барлық түрінде, сары май мен майлы сүзбеден алуға болады. Көкөніс пен жемістерде А дәрумені кездескенімен, олардың мөлшері өте аз, сондықтан ет пен сүт өнімдерінен бас тартпаған жөн. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер және алда қандай тақырыпта видео көргіңіз келетінін комментарийге жазып кетіңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғыс айтамын.